Дыбыс үндестігі. Дыбыс үндестігі ассимиляция. Түбір мен қосымшаның жігіндегі сөз және сөз аралығындағы дауысты және дауыссыз дыбыстардың көршілес дауыссыз дыбыстарға ілгерінді кейінді ықпал етуі. Дыбыс үндестігі үшке бөлінеді: ілгерінді ықпал, кейінді ықпал, тоғыспалы ықпал. Ілгерінді ықпал сөздің соңғы дыбысы дауысты, үнді, ұяң дауыссыз дыбыстардың бірі болса, дауыссыздан басталатын қосымшаның бірінші дыбысы не үнді, не ұяң болады. Ілгерінді ықпал заңдылықтары. Мысалы, балалар, балатар, баладар емес. Қыздар, қызтар немесе қызлар емес. Сөздің соңғы дыбысы қатаң не б, в, г, д дыбыстарының біріне аяқталса, оған қатаң дыбыстан басталатын қосымша жалғанады. Мысалы, атпен емес. Ғарышқа, ғарышқа емес. Тренингке, тренинге емес. Кейінді ықпал заңдылықтары. Сөздің соңғы дыбысы қатаң п, қ, к дыбыстарын аяқталып, жалғанасын қос ұяң сыңарларына б, к, г, қ, ғ-ға айналады. Мысалы, топ, тобы, п, б дыбысына айналды. Аяқ, аяғы, ы дыбысының әсерінен қ, ғ-ға айналды. Күрек, күрегі, е дыбысының әсерінен к, г-ге айналды. Тап, табу, у дыбысының әсерінен п, б-ға айналды. Құлақ, құлағы, ы дыбысының әсерінен қ, қатаң дыбысы ғ дыбысына айналды. Тоғыспалы ықпал. Қатар тұрған екі дыбыстың бір-біріне бірдей ықпал етуі. Мысалы, қақпан құру деп айтылады ауызекі сөйлеуде. Жасырын хат, жасырын қап. Мен қазақпын. Шайтан көл болып айтылады. Бұл тоғыспалы ықпалдың ерекшелігі қатар тұрған екі дыбыс бір-біріне бірдей ықпал етіп, екеуі де өзгереді. Ол біріккен сөздердің арасында, тіркескен сөздердің арасында, кей жағдайларда қос сөздердің арасында кездеседі.